Қайырлы күн, баршалықтарыңа сәлем. Аты жөнім Дінмұхамед Жігер. Бүгін мен 20 ғасырдың 20 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі жайлы айта кетем. Жалпы бұл кезең қазақ халқы үшін аса күрделі, бірақ тағдырлы дәуір болды деп айтуға болады. Bir жағынан ел азамат соғысы мен ашаршылықтан кейін ес жиып, жаңа мемлекет құру жолында түскен болатын. Екінші жағынан кеңес өкіметінің саяси бақылау күшейіп, ұлттық интеллигенцияның тағдыры сынға түсті. Жалпы тақырыптан берілген 4 сұрағы бар, соларға кірісіп кетейік. Әуелі біріншісі қазақ АКСР-ның құрылуы және Әлімхан Ермековтің қызметі. 1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін бұрынғы Ресей империясының құрамындағы ұлт аймақтарында билік үшін күрес басталған. Қазақ даласында түрлі саяси күштер, алаш қозғалысы мен кеңес үкіметі арасындағы тартыс күшейді. 19 жылы 10 шілдеде РКФСР Халық комиссарлар кеңесі қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитеті, яғни Қазревком құрған болатын. Бұның мақсаты қазақ жерлерін біріктіру, кеңестік билікті орнату және автономияға дайындық жасау болған. Қазревком құрамына Сейітқали Мендешев төраға ретінде, Әліби Жангелдин, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлімхан Ермеков, Елдос Омаров секілді ұлт зиялылары кірген. Кеңестік билік бастапқыда алаш қозғалысы өкілдерімен ынтымақтастық орнатуға тырысқан, өйткені олардың ел ішіндегі беделі зор еді. Осылайша 1920 жылы 26 тамызда РКФСР Халық комиссарлар кеңесі мен БОАК бірлесіп, Қырғыз, яғни Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасын құру туралы декретке қол қояды. Ал 1920 жылы 4-12 қазан аралықтарында Орынборда өткен құрылтай съезінде Қазақ АКСР ресми түрде жарияланды. Орынбор алғашқы астанасы болып сайланады. Бұл тарихи сәтте ерекше еңбек сіңірген тұлға Әлімхан Әбеуұлы Ермеков. Ол алаш қозғалысының мүшесі, жоғары білімді математик, қоғам қайраткері. 1920 жылы ол Мәскеуде өткен кеңес үкіметінің мәжілісінде Лениннің алдында қазақ жерлерінің шекарасын ғылыми негіздеп дәлелдейді. Яғни осы атамыздың арқасында қазіргі Қазақстанның бастапқы алғашқы Қазақстан елінің шекарасын осы негіздеген тұлға еді. Ермеков географиялық, этнографиялық және экономикалық деректерді пайдалана отырып, қазақ халқының тарихи аумағын нақтылай көрсетті. Нәтижесінде қазіргі Қазақстанның шығыс, солтүстік және батыс облыстарының басым бөлігі Қазақ АКСР құрамына енгізілді. Бұл ұлт тарихындағы ерекше жетістік болды, өйткені 20 ғасыр басындағы шекара мәселесі қазақ мемлекеттілігінің тағдырын шешті. Кейінірек Әлімхан Ермеков Қазақ политехникалық институтында профессор болып, алғашқы қазақ тіліндегі математика оқулығын жазады. Алайда 1930 жылдары бәріміз білеміз, сол кездің ұлт зиялыларын ұлтшыл деп айыптап, Әлімхан Ермеков те солардың қатарына кіріп, қуғын-сүргінге ұшырайды. Екінші сұрақ мәдени құрылыс және оның қайшылықтары. 1920 жылдары кеңес өкіметі елді сауаттандыру, жаңа қоғамды қалыптастыру мақсатында ауқымды мәдени саясат жүргізеді. Бұл саясат мәдени революция деп аталады. 21 жылы қабылданған сауатсыздықты жою туралы декретке сәйкес 8 бен 50 жас аралығындағы әрбір азамат оқу жазуға міндеттеледі. 1920 жылы республикада 1440 мектеп болса, 1927 жылға қарай олардың саны 3000-нан асады. Ал 1928 жылы Қазақстанда тұңғыш жоғары оқу орны Қазақ педагогикалық институты, яғни КАСПИ ашылды. 1929 жылы қазақ жазуы араб графикасынан латын әліпбиіне көшіріледі. Бұл шешім халықты заманауи білімге жақындату мақсатымен қабылданғанымен дәстүрлі жазу мәдениетінен алшақтатады. Мәдени құрылыс барысында театр, кино, музыка салалары да дами бастайды. 1926 жылы Қызылорда қаласында қазақтың тұңғыш ұлттық театры ашылады. Мұнда Қалыбек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов,
Серке Қожамқұлов секілді алғашқы кәсіби актерлер еңбек етеді. Сонымен қатар қазақ фольклоры мен тарихын зерттеу бағытында экспедициялар ұйымдастырылды. Қазақ тілін ғылым тіліне айналдыру мәселесі кеңінен көтеріле бастайды. Алайда бұл жетістіктермен бірге бірқатар қайшылықтар да пайда болды. Кеңес үкіметі мәдениетті дамыту арқылы халықты ағартуды көздегенімен, оның қатаң саяси бақылауда ұстады. Дін мен дәстүрді мәдениетке ескі қалдықтар деп қарап, мешіттер мен медреселерді жауып тастайды. Ұлттық зиялылардың көпшілігі идеологиялық тұрғыдан сенімсіз деп танылып, 1930 жылдарға қарай қуғындалады. Мәдениеттің дамуымен бірге саяси қысым қатар жүрді. Бұл сол дәуірдің басты парадоксы деп айтсақ болады. Енді үшінші сұрақ: 1920 жылдардағы қазақ әдебиеті. Кеңес дәуірінің алғашқы 10 жылдағы қазақ әдебиетінің жаңа кезеңін бастады. Қоғамдағы түбегейлі өзгерістер әдебиетте де айқын көрініс табады. Мысалға, жаңа тақырыптар: төңкеріс, еңбек, ауыл өмірі, жаңа адам бейнесі. Сәкен Сейфуллин кеңестік қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Оның «Тар жол тайғақ кешу» атты романында 1916 жылғы көтеріліс пен азамат соғысы оқиғалары айқын суреттеледі. Советстан, Көкшетау поэмаларында Сәкен жаңа социалистік қоғамды дәріптейді. Содан кейін Бейімбет Майлин өз шығармаларында ауыл өмірінің шынайы келбетін көрсетіп кетеді. Мысалға, Шұғаның белгісі, Раушан коммунист әңгімелерінде ол осы өзінің еңбектері арқылы қазақ әйелінің тағдырын, қазақ қыздарының теңсіздігін, қоғамдағы теңдік мәселесін көтеріп кетеді. Ілияс Жансүгіров поэзиясының хас шебері, оның «Күйші», «Құлагер», «Дала» атты поэмалары ұлттық рух пен сұлулықты жаңа формада жеткізді. Сонымен бірге Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» пьесасы қазақ драматургиясының бастауына айналды десек болады. 1920 жылдары ол «Қорғансыздың күні», «Оқыған азамат» секілді туындыларында қоғамның әлеуметтік қайшылықтарын көрсетеді. Бұл кезеңде әдебиет идеологияның құралына айнала бастағанымен, ұлттық рух пен адамгершілік идеясы өз орнын сақтап қалды. Енді соңғы сұрақ: Мұстафа Шоқай және оның кеңестер билігіндегі Түркістан еңбегі. Мұстафа Шоқай 20 ғасырдың басындағы түркі әлемінің ең көрнекті саяси қайраткерлерінің бірі. Ол 1917 жылғы ақпан революциясынан кейін Түркістан автономиясын құру ісіне белсене араласады. Алайда кеңес билігі орнаған соң ұлттық үкімет күшпен таратылып, Шоқай шетелге эмиграцияға кетеді. 1921 жылдан бастап ол Түркия, Германия, Франция елдерінде өмір сүреді. Түркі халықтарының азаттығы үшін күресін жалғастырады. Сол жақтарда ол Парижде шығатын «Яш Түркістан» журналы ұйымдастырып, онда түркі халықтарының тағдырына қатысты мақалаларын жариялайды. Оның ең маңызды еңбектерінің бірі «Кеңестер билігіндегі Түркістан». Бұл еңбегінде Мұстафа Шоқай кеңес үкіметінің отарлық саясатына сынға алып, Түркістан халықтарының шынайы тәуелсіздігіне қол жеткізе алмағандығын дәлелдейді. Ол кеңестік идеологияның астарындағы орталықтандыру мен ұлттық ерекшеліктерді жою саясатын әшкереледі. Мұстафа Шоқайдың көзқарасы 20 ғасыр бойы түркі жұртына еркіндік рухын сіңірді. Ол: егер біз өзіміздің азаттығымыз үшін күреспесек, ешкім оны бізге әкеп бермейді деп жазған еді. Оның идеялары кейінгі ұлт азаттық қозғалыстардың рухани тірегіне айналды. Енді қорытындылай келе, 20 ғасырдың 20 жылдары қазақ халқының жаңа дәуірге аяқ басқан уақыты. Бұл кезеңде қазақ АКСР құрылып, шекарасы айқындалды, мәдениет пен ғылым қалыптасты, әдебиет жаңа бағыт алды. Ал Мұстафа Шоқай секілді қайраткерлер ұлт тәуелсіздік идеясын әлемге паш еткен болатын. Дегенмен бұл жылдар қайшылықтар мен күрестерге де толы болды.
сауат ашу мен мәдени өрлеумен қатар саяси қуғын-сүргіннің алғашқы белгілері байқалды. Әлімхан Ермеков қазақ жерін қорғап ғылымның дамуына жол ашты. Сәкен, Бейімбет, Ілияс секілді қазақ зиялылары жаңа әдебиеттің негізін қалайды. Мұстафа Шоқай ұлт рухының мәңгілік символына айналды. Сондықтан 20 ғасырдың 20 жылдары тек тарихи кезең емес, ол қазақ халқының рухани жаңғыруының, азаттық ұмтылысының бастамасы болды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.